Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Құмарлықтың бағасы атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Сегодня умрет только один из вас. Сейчас Шейна сидит передо мной, и я целюсь ей прямо в голову. Полиция офицері Холлис Лучеттидің бұл күні жаман жаңалықтан басталады. Алдымен ол дәрігерден өмір бойы белсіз болғанын біледі. Бұдан кейін оның көкірегін бір сұрақ теседі. Әйелі екеуі өсіріп келген балалар кімдікі? Содан кейін оған жұмыстан хабарласып, шатырдан секіргелі жатқан адам жайлы хабарлайды. Холлис ең жақсы қызметкер ретінде адаммен сөйлесіп, өз-өзіне қол жұмсауға жол бермеу керек. Ты женат, Гевин? Нет. Тогда нахрена ты сюда забрался? Шатырға шыққан адамның есімі Гевин. Тілдесу кезінде біз Холлистің үйленген, 2 баласы бар, әрі Құдайға сенетіні жайлы білеміз. Ал Гевин болса атеист, оған қоса өзінің үйінде еркекті қалайтын жігітпен тұрады. Гевин полиция офицерінен бірдеңе істеуін сұрайды. Бірақ Холлис бітпеген шаруаң болса өзің жасағаның дұрыс деп бас тартады. Гевин шатырға өз еркімен шықпаған анықталады. Ол бұл жерде күн ортасына дейін тұрып секіру керек. Жігіт бұндай халге қалай түскені жайлы айтып береді. Осының алдында Гевин жаңа көршісі Шейнамен танысқан. Кездейсоқтықтар арқасында қыз Гевин жұмыс жасайтын отельге жұмысқа келген. Шейна күйеуі екеуі жаңа жерге келгендіктен кез келген жұмысқа тұруға дайын екенін айтады. Аз уақыт тілдесуден кейін Гевин Шейнаны тазалаушы қылып орналастырады. Бұл жағдайда үйінде уақытша тұрып жатқан досын айтады. Досы бұл кездейсоқ емес, әр дүниенің бір мәні бар дейді. Гевин қыздың әдемі болғанына қарамастан, ол тұрмыста деп ойын өзгертпеген. Привет. Ух ты. Шейна күйеуі Джо екеуі келіп, сәрсенбі күні достарды кешкі асқа шақырады. Ондайға Гевин қуана келіседі. Бірақ танысу жақсы болмайды. Алдымен Джо оларға шарап ұсынып, артынан өздері ішпейтінін айтады. Одан кейін екі жігіттің бірге тұрғаны Құдайға ұнамайды деп мінәжат қылуды ұсынады. Нәтижесінде Гевин бұндай таныстыққа разы болмай кетіп қалады. Это просто офигеть! Да чего же неприятные люди? Да и еда так себе. Она-то вроде нормальная. Даже извинилась, когда я уходил. Жұмыста Гевин Шейнаны түскі асқа шақырады. Ол жерде қыз анасы екеуін ұрған әкесі жайлы айтып береді. Ас үстіндегі әңгімеден кейін Гевин Шейнаны күйеуімен тек парыз болғандықтан тұрып жатыр. Бұл қапастан оны шығару керек деп шешеді. Сол уақытта Холлис белсіз екенін білгеннен кейін үйіне келіп, әйелінен балалары кімнен екені жайлы сұрап, ұрыс шығарғанын есіне түсіреді. Если пойду я долиной смертной тени, не убоюсь зла. Ладно, что было дальше? Джо Гевинді жұмысының алдында күтіп алып, сол кеште болған жағдай үшін кешірім сұрайды. Ол оны гомосексуалист деп ойлаған. Досың есін жимаса, тозаққа түседі деп ескертеді. Гевин Құдайдың, сонымен қатар тозақ пен жұмақтың барына сенбейді. Джо тағы да пікірталас жүргізуге шақырады. Үйге қайтар жолда Гевин кезінде үйленгені жайлы айтады. Бірақ Шейна екеуінің мәселелері әртүрлі. Басқа адамның рақымшылығына рахмет, махаббат емес деп ойлайды. Шейна Гевиннің 2 жыл бұрын ажырасқанын біліп, көп қиналыпсың деп қылжақтайды. Гевин егер маған жаның ашып төсектес болсаң рахмет айтамын дейді. Ол қызға әдемі екенін айтады. Бұндайды бөтен еркектен естіген кез келген қыз есінен бірден шығара алмайды. Егер қызда жігітке деген кішкене болсын қызығушылық болса, күйеуі сәл ренжітсе болды, миында ойлар туындайды. Жуық арада ойлар сағымға айналады. Қыз неге олай болмасын? Бұл жай сағым емес пе? Егер маған армандаған жақсы болса, неге армандамасқа деп ойлайды. Бұдан кейін ол рахат алады. Солай сағымдар жоғалады. Қыз бұл енді қайталанбайды деп ойлайды. Бірақ енді екеуінің арасында байланыс пайда болады. Қыз барлығын армандарынан табады. Солай жігіт бір сөзбен қызды байлаған. Енді жігіт тағы сөздер қосады. Ол қатты әрі дөрекі сөйлеген үшін кешірім сұрайды. Солай қыздың тағы беті қайтарылады. Қыз бұл қалай, мен онымен жақындаспай жатып бетімді қайтарған нес деп ойлайды. Но ты погоди меня презирать. Худшее впереди. Джо Гевиннен Құдай сені неліктен ызаландырды? Жан-жағыңа қарашы, неткен құдірет дейді. Гевин соғыс, ауру, жер сілкінісі, цунами деп жауап береді. Құдайға табынатын фанатиктер бар екеніне дәлел таппаса да, қандай екенін білемін деп ойлайды. Бұдан шыққан қорытынды дінден туындаған барлық соғыстар, дәлелсіз тек жалмап өтіп сендіруге болады.
Кевин фактілермен сөйлесе, Джо тек сеніммен жауап береді. Солай сөз талас кезекті бір жанжалға алып келеді. Шейна Кевиннен кетуін сұрайды. Оставь ты людей в покое. Не смей говорить со мной. Убирайся отсюда. Келесі күні Шейна Кевинді серуендеуге шақырады. Ол ер адамға 18 жасында нашаға отырып қалып құлдырай бастағаны жайлы айтады. Сосын ақшасы жетпегенде жеңгетайды тапқан. Бір күні ол қызды шіркеуде жақындасуды жақсы көретін жігітке жіберген. Бірақ оның жұдырық жұмсағанды жақсы көретінін айтпаған. Ол азанда оянып, орнынан тұра алмаған. Қыз шіркеу ішінде бірден алып кетем деген үмітпен еңбектеп жүргенде Джо тауып ауруханаға апарып жанында қалған. Егер ол болмағанда тірі қалуы екі талай еді. Джо қыздың жақсы жағын байқаған бірінші еркек болған. Солай қызға қамқор болған. Кевин қыздың ақылды екенін, өз басын өзі алып жүре алатынын айтады. Әрі оны өте қатты ұнататынын айтады. Шейна жігіттің де сымбатты екенін айтып, күйеуінен ғана емес, өзінен де аулақ жүруін өтінеді. Бұдан кейін Кевин одан алшақтап жұмыста да көп көріспеген. Бірақ 3 аптадан кейін олар кездеседі. Шейна Джо оған өмірде басқа да рахаттар бар екенін көрсеткенін айтады. Оған Кевин де сиқырлы сөздерін айтып қызбен жақындасады. Это была всего лишь сделка. И все. Я очень боялась, что потеряю тебя, и поэтому... У меня тут человек на карнизе. Пожалуйста, Холлис. Холлис өзі тәрбиелеп отырған балалары інісінен екенін біледі. Әйелі бұндайға күйеуін жақсы көргендіктен барғанын айтады. Себебі ол өте қатты бала сүйгісі келген. Бірақ медициналық көрсеткіштер бойынша өзі бала сүйе алмайды. Ну, что дальше-то было? Шейна Кевинмен кездесіп кез келген жерде жақындаса бастаған. Бірақ олардың жақындығы көпке бармайды. Джо әйелінің көзіне шөп салғаны жайлы біліп қояды. Ер адам оларды ұстап алғысы келмей Шейнаны сақтағысы келеді. Ол қызбен Африкаға кетіп, тұрғындарға көмек көрсеткісі келеді. Бірақ бұдан нәтиже шықпайды. Оның шыдамы Кевин мен әйелінің әңгімесін естігенде бітеді. Кевин әйелден күйеуін тастауын өтінеді. Шейна одан 3 күн күтуін сұрайды. Өйткені күйеуінің қаһарынан қорқады. Әйелдің қорқынышы бекер болмай, Джоның дінді қабылдамай тұрып қандай болғанын білеміз. Джоның діни сенімі Шейнаны жоғалтып алам ба деген қорқыныштан мықты болмай шығады. Оправдан. Помоги. Джо Кевинді күтіп тұрып, дінді қабылдамай тұрып, қалай өмір сүргенін жайлы айтып береді. Шейнаның алдында ол үйленген болатын. 2 керемет баласы, үйі, жұмысы болған. Бірақ бұл өмір күнәға толы. Ол да күнәні көп жасаған. Ол әйелінің көзіне шөп салған. Жеңіл жүрісті әйелдермен көп көңіл қосқан, ішкен, шеккен. Нәтижесінде бәрінен айырылған. Әйелі кетіп қалған, жұмысынан қуылған, балаларынан айырылған. Кевин де баласынан айырылған. Бірақ оның қызы жол апатынан қаза тапқанша некеде бақытты өмір сүрген. Дәл сол жағдайдан кейін ол Құдайға деген сенімін жоғалтқан. Ол өзі көлікті басқарып отырып аман қалған. Ал бұл әділетсіздік. Сөздің соңында Джо одан әйелінен аулақ жүруін бұйырады. Потому что и ты со мной. Твой жезл и твой посох успокаивают меня. Біраз уақыттан кейін Джо Кевинге Шейнаның телефонымен хабарласып, шатырға шығып құдайыңды тауып қаларсың деп ойлануын сұрайды. Кевин ол жерде түске дейін тұрып секіруі керек. Олай болмаса Джо Шейнаны атады. Холлис оған бірден неге айтпадың деп шамданады. Ол қарсы бағыттағы терезеден жарықтарды байқап, өздерін біреу қадағалап тұрғанын сезеді. Холлис ол жерге полицияны жіберіп, Кевиннен ойлағанын жасамауын сұрайды. Холлис оны алдамай, ағынан жарыла сөйлейді. Ол Джоның ауыр таңдауда тұрғанын біледі. Бірақ біз адамдардың әртүрлі жағдайда қалай әрекет жасайтынын білмейміз. Джоның әйелін оңай өлтіре салатынына сену ақымақтық. Кевин тіпті өзінің неге бара алатынын да білмейді. Сен әкеңді құтқару үшін анаңды өлтіре алар ең, немесе бірінші балаңды құтқару үшін екіншісін қияр ең. Бұның барлығын біз алдын ала білмейміз. Бірақ Кевин Джо әйелді өлтіре алатынына сенеді. Ол Холлиске Шейнаны сүйетінімді айт деп секіріп кетеді. Стоять! Не с места! Пол. Живо. Брось пушку. Фильмнің соңына қарай Холлис әйеліне қайтып келеді. Кешкі ас үстінде ол бүгін мінәжат жасамаймыз дейді. Ол әйелінің махаббат үшін жасаған әрекетін кешірді. Бірақ Құдайға деген сенімін жоғалтты. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.